Қайырлы күн қыздар, бүгін шаймен күшті кететін, осындай жұмсақ қамыр мамықтай болып пісетін сочниктен рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге керекті ингредиенттерді дайындап аламыз. Мен толық рецепті видеоның описаниясына жазып қоятын боламын. Ал бастайық. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлек бір ыдысымызға 1 жұмыртқамызды жарып, езілген сармайымызды құйып, 3-4 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 20% қаймағымызды алып, 2 ас қасықтан салып, жақсылап араластырамыз. Бағана електен өткізіп алған ұн мен қопсытқышты араластырған массамызды осыған құйып, тағы да жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қыздар, осы көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қамыр болуы қажет. Енді начинкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ творогымызға жұмыртқаның ағын салып, 3 ас қасық қантымызды саламыз. Қыздар, егер де творогтарыңыз сулы, влажный болатын болса, қаймақ қоспаймыз. Менікі сухой болғандықтан кейін 1 ас қасық қаймақ пен 1 ас қасық ұнды салдым. Тағы да жақсылап араластырып алдым. Егер де творогтарыңыз қатты сулы болып кететін болса, міндетті түрде бағанағындай 1 ас қасық ұнды салуды ұмытпаңыздар. Бағана жұмсақ болған қамырымызды холодильниктен шығарып алдым да, осыны жұқа қылып елеп аламыз. Қатты жұқа қылып алмаймыз, средний қылып алсаңыздар болады. Бірақ қатты қалың да болып кетпеуі қажет. Үйде дөңгелек форма болса, дөңгелек формамен, немесе мен сияқты осындай бокалдың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Жаңа осы шетінен қалып кеткен қамырымызды тағы да бөліп сочниктер жасасақ болады. Осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Енді дайын болған тестамызға начинкасын саламыз. 1 ас қасықтан ортасына немесе кішкене шетіне салып, 2 шетін басамыз. Қыздар, начинкамызды қатты толтырып қажеті жоқ, осындай кішкене көрініп тұрса болады. Бағана начинкамызға жұмыртқаның ағын салдық қой, енді бетіне жағуға жұмыртқаның сарысымен 1 ас қасық сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут осылай қызығанша пісіріп аламыз.